пандемия, карантин өмірімізге көп өзгеріс алып келді ғой. Талай жақсыларымыздан, асылдарымыздан айырылып қалдық. Олардың ішінде өзіңіздің көкеңіз, белгілі дін қайраткері Абдығаппар Сманов ұстаз бен Закария ұстаз бар туған ағаңыз. Жалпы ол кісілер сізге қандай аға болды? Оларды сағындыңыз ба? Енді Абдығаппар ағамда Алла рахымдаған болсын. Кішкентай кезден бастап бізді ол кісі тәрбиеледі. Әкем Абдығаппар ағамның тәрбиесіне берген бізді кішкентай кезімізден бастап. Сол кісі Құран оқытатын, сол кісі спортпен шұғылдандыратын. Біздің барлық тәрбиемізді сол кісіне өз мойнына алған. Ол кісі әрқашанда бізді ең бірінші спортпен шұғылдандырды. Бізге спортпен шұғылданыңдар, жалқаулық танытпаңдар. Бұл сендерге өмірлерде керек болады. Шындығында ол бізге өмірде керек болды. Әрине біз біреуді ұрып соққан жоқпыз. Спортпен шұғылданған адамға барлық адамға тиісе бермейді ғой. Сол секілді альхамдулилlah оның да пайдасы бізге болды. Және де ол кісі әрқашанда бізге ақыл айтатын. Дінмұхаммед жұмыс жасап жүрген уақытта, білім оқып жүрген уақытта да көп айтатын. Дінмұхаммед жақсылап оқыңдар, елге пайдалы біліммен келіңдер. Мынау елдегі мысалы әртүрлі жігіттер немесе студенттер шетелде оқығанда әртүрлі жағдаймен келді. Бірі имамдармен бірігіп жұмыс істесе, бірі сол мешіттегі сол имамдардың жамағатын, үйіп тұрған жамағатты бөлгендер болды. Сол мәселеге байланысты көп кеңесін айтатын. Дінмұхаммед дұрыс білім ал, дұрыс ұстаздан тәлім ал деп осы көп ақылын айтатын. Ертең елге барған уақытта елде қызмет жасауың керек. Елдің арасын бөлуің керек емес деп ол кісі көп не қылатын, насихатын айтатын. Ал Закария ағамен бірге де оқыдық. Закария ағам Алла рахымына бөлесін. Әрқашанда маған сабақ беретін ол кісі. Сабақ берген кезде ол кісі сияқты сабақ беретін адам ол санаулы ғана. Ол кісі сияқты сабақ беретін адам Абсаттар аға марқұм еді. Адамға сабақ бергенде толықтай түсіндіріп, басқа былай айтқанда шайнап беретін ол кісі сабақ берген уақытта. Және көптеп ақылын айтатын, інім, білім алып жатырмыз, иншалла, елге барамыз. Әрқашанда әке-шешеміз бізді үмітпен жіберді. Олардың үмітін ақтайық. Жалқаулыққа берілмейік. Сен Құран жаттадың, Құранды қайталап жүр деп көп насихат айтатын. Және өзі де Құран өзі өксі маған шыны керек бірнеше мабылла қират, екі сарыфтан, бір әскеттен маған ұстаздық қылды Закария ағам. Өте мықты, арабтың тілін өте жақсы білетін кісі еді, Алла рахымдаған болсын. Сол оқу жылдарда әрқашан маған ағалық танытып, ағалық кеңесін беріп жүретін. Абдығаппар ағам мынау Көкшетауға, Астанаға қызметке барған уақытта келіп тұратын, келген уақытта әрқашанда насихатын айтып, мынау мансап, мынау жұмыс алдап қоймау, дүние сені алдап қоймасын, әрқашанда қарапайым бол, әрқашанда халықтың қызметінде бол, әкең үмітін ақта деп екеуді айтып тұратын. Екеуді жиі барып тұратын. Көрген уақытта қатты қуанатынбыз. Енді тағдыр ғой. Адам мәңгі емес, мәңгі бір Алла тағала. Әрине ол кісі сағынасыз. Ол кісілердің жоқтығы білінеді шыны керек. Үйдің алдына кіргенде, дастарханда отырғанда білінеді. Кейде мысалы Абдығаппар ағамыздың уағыздары қазір жиі ютубқа, инстаграмға, фейсбуктарға шығып отырады. Көрген уақытта әрине сағыныш болады, сағынасыз, бірге әңгімелескіңіз келеді, сөзін тыңдағыңыз келеді, кейде ұрсатын. Сол ұрсатын ағада қазір жоқ, Алла рахымына бөлесін. Алайда бір қуантатын нәрсе, альхамдулилля, сол халықтың астына жазған пікірлері қуантады. Ұстаз Алла разы болсын, ұстаз сіздің уағызыңыз сағындық қой. Алла жәннатул фирдаус нәсіп етсін деген сөздері адамға демеу береді. Альхамдулилля. Біз де сол кісілер сияқты бола аламыз ба? Ол кісілердің альхамдулилля сол жолмен келе жатыр қой. Бірақ сол кісілер сияқты еңбек ете аламыз ба деген ой келеді. Закария ағамда Алла рахымдаған болсын. Осы ол кісіні көп мақтайды. Барлық қай жерде Закария ағам айтылмасын, ол жерде Закария ағамның жұмсақтығы, қарапайымдылығы, ешқандай бір ойында бір арамы, ойдың жоқтығы, адалдығы әрқашанда айтылады. Бұл кісі шынында сондай еді. Әрине имамдық қызмет жасап жүргеннен кейін жаңағы сүйекке көп кіреміз ғой. Жондырасыз. Енді сүйекке кіргенде біледі ғой, адам қалай халде болатын. Бірақ Закария ағама кірген уақытта ол кісі күліп жатты. Кәдімгі тірі адам сияқты да. Аға, көзіңіз ашыңыз деп айтқым келеді, бірақ шыны керек ол кісі дүниеден озғандығын көріп тұрмыз. Сондай былай айтқанда, осы өмірде қандай болса, өмір өркен солай кетті деп ойлаймын мен. Алла тағала оған жәннаттағы орнын көрсетті ма деп ойлаймын. Адам жан берген кезде күлу оңай емес те ол. Күліп жан беру ешкім қолынан келмейді, сондай кетті. Алла рахымдаған болсын. Сағынамыз ол кісілерді әрине. Алла рахымына бөлесін.